Сіз 50 жастан асқан соң, өмір сәл баяулады деп ойлауыңыз мүмкін. Қимыл қиындап, буындар сырқырлап, бел кейде сыр беріп, сүйек сынғыш бола бастағандай. Бірақ бұл бәріне ортақ тағдыр емес. Көп жағдайда бұл дұрыс күтіммен өмір салтының жоқтығынан. Армысыздар достар, құрметті тыңдарман, біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі эпизодта біз мына сұрақтарға жауап іздейміз. Сүйек неге әлсірейді? 50 жастан кейін сүйек пен буынға нақты не көмектеседі? Қандай тағамдар және әдеттер сүйекті мықты етеді? Не нәрседен аулақ болу қажет? Сонымен сүйек неге жұқарады? Жас ұлғайғанға сайын эстроген деңгейі әйелдерде төмендейді. Бұл сүйек жасушаларына тікелей әсер етеді екен. Кальций сіңуі азаяды. Қимыл қозғалыс азаяды. Зиянды әдеттер, мысалы кофе, темекі, қатты қанты бар сусындар өз ізін қалдырады. Бүгін ғана жұмыс бабымен кетіп баратқан кезде бір таныс кісінің анасы менімен кетіп баратты да, әңгімеден әңгіме бір орында отырамайын дейді. Іс-қимыл істеу керек дейді да. Балаларым жоқ, ана отырсаңызшы, неғіне әрбір жүре бересіз деп айтады дейді да. Бірақ отырамайын дейді. Кейін бір орында отыра берсем, кейін денсаулығым әлсірей бастайды дейді да. Рас қой. Бүгін адамдар аз қимылдаса, денелері соған үйреніп, кейін бара-бара әлсірейді. Әсіресе жас келген кезде. Статистикаға жүгінетін болсақ, достар, остеопороз 65 жастан асқан әйелдердің 40%-ында кездеседі. Ер адамдарды сирек, бірақ қауіпті. Денсаулық ұйымының мәліметі бойынша әрбір 3-ші әйел мен 5-ші ер адам 50 жастан кейін сынуға бейімдейді. Мысал, Германияда жүргізілген зерттеуге сәйкес, күн сайын 30 минут қимылдаған әйелдерде остеопороз даму қаупі 25%-ға төмендеген. Құнарлы тағам, достар. Сүйектің құрылысы. Сүйектің құрылысы материалы кальций, Д дәрумені, магний, К дәрумені және ақауыз. Сондағы керек өнімдер айран, сүзбе, сүт, сондағы йогурт, көк жапырақтар, көкөністер, достар. Шөп шалан көбірек жеу керек, достар. Сондағы шпинат, брокколи сияқтылар. Жаңғақтар да оның ішінде біздің тағамның жаңағы әр тамақтың арасында енді жаңғақтар да болу керек. Таңғы аста әсіресе ботқа жеген кезде жаңғақтарды жаңағы ботқан бетіне сеуіп жеген кезде өте сонда дәмді болады және де пайдалы. Сондағы балық, жұмыртқа, қарақұмық пен сұлы ботқасы. Апельсин және басқа цитрусты жемістер, достар. Әрине, бұл бізге тағам жайында айтып жатқан ақпарат. Арасында, достар, бір кішігірім өзімнің тәжірибеммен бөлісе кетсем, бүгін енді TikTok, сондағы интернет ғаламторда көптеген бейнежазбалар кездеседі ғой. Әр адам бүгін күнге мысалы Instagram кезде TikTokта бір кейбір бейнежазбалар көреді. Сондай жазбалардың бірінде маған кездескен бір анықтама, енді бүгін не дейді ғой? Челлендж дейді ғой. Сол челлендждердің бірі бір рет 100 отырып тұру дейді да. Мен қызық кеттім, расында да. Бір сәтте дайындықсыз дереу 100 отырып тұру енді қиын болады. Әрине, ол пайдалы, бірақ ертеңгі соң аяғың ауырып жүре алмай қаласың. Сол секілді жаймен қосу керек. Мен өзіме 100 тұруға мақсат болды да, 30-дан кейін 40-қа қостым, кейін 50, сонымен 100-ге дейін жеттім, достар. Бірақ неге мен одан тоқтауым керек деп өзіме есептедім. Сол жайлы көбірек анықтама оқи бастадым. Жаңа челленджді арасына отжимания қостым, кейін турник қостым, сөйтіп өзім үйтіп бір апта бойы сөйтіп өзіме сонда тренировка жасай бастадым. Қазір жасым 35-те келгенмен, бірақ 1-2 жыл бұрын енді 40-қа келмесем де, бірақ денем кішкене әлсіреп баратқанын сезіндім. Ойладым да, бір нәрсе ауыр жұмыс істеп қалсам, денем шаршап қалады. Мен қазір шаршасам, кейін 40-тан кейін не болады деп. Соң қазірден бастап өзімді шынықтыра бастадым. Енді тренажеркаға бармасам да, бірақ күнделікті, мысалы дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері мысалы бір арнайы жаттығулар жасаймын. Ал жексенбі, сейсенбі, бейсенбі күндері басқа жаттығулар жасаймын, достар. Сіздерге сондай кеңестер берем, кішігірім челленджден бастап, оны ары қарай жалғастыра берсеңіздер болады. Кеңес: күн сайын таңғы асқа сұлу ботқасы, түскі асқа көкөністі сорпа, кешке айран сүйекке қажетті элементтерді береді, достар.
Әрине арасында дәрігерлермен кеңесіп арнайы дәрумендер ішкен дұрыс болады достар. Әсіресе жас келген кезде. Қазақта дерекке жүгінетін болсақ, Жапонияда күнделікті балық теңіз өнімдерін тұтынатын адамдарда остеопороз деңгейі Еуропа елдеріне қарағанда 2 есе төмен екен. Ойлап көріңіздерші. Сонымен Д дәруменің ұмытпаңыз достар. Д дәрумен және қайерде бар? Әрине Д дәрумен ол күн сәулесі және де дәрумен кальцийдің сүйекке дұрыс түсінуіне қажет. Таңертең күн сәулесінде 20-30 минут серуен, қосымша витаминдер, дәрігерлер кеңесімен әрине бұл балық майы немесе байытылған тағамдар достар. Бұл маңызды. Жай ғана босқа дәрумендер жайлы жиі айтылмайды достар. Бүгін енді көп жанұялар үлкен кісілерге ғана емес, өздерінің жас балаларына да, болмаса кішкентай балаларға да дәрумендер береді. Өйткені қазір көп нәрсе қымбаттау, толық ағзаға дәрумендер толық қабылдамайды. Сондықтан кішкентайдың баланың өзінің денесі қалыптасқан уақытында сол дәрумендер сіңіп, баланың жағдайы, денесі сау болып өскенін қалап, сондай нәрселер беріп тұрады. Сондықтан өздеріңіз ұғып алыңыздар достар, бұл сіздерге маңызды болады деп ойлаймын. Қартайған сайын тері Д дәруменінің бояу синтездейді. Сондықтан тамақтану арқылы немесе арнайы қоспа арқылы толықтыруға қажет екен. Ағзаға жетіспегендіктен. 70 жастан асқан адамдардың 70% бұл дәруменнің жетіспеушілігінің сезінеді. Жаттығу сүйекке салмақ керек екен достар. Сүйекке жүктеме керек. Әйтпесе ол жұмыссыз қалып әлсірейді. Ұсынылатын жаттығулар. Жаяу жүру. Күніне 30 минут достар. Бүгін қарапайым фитнес браслет дегендер бар. Сағат жайлы айтпаймын, олар әрине қымбаттау. Фитнес браслеттер достар, айтатын болсақ, бағасы да қолжетімді. Болмаса бүгін жаңа маркетплейс дейді ғой, Каспи, болмаса басқа жаңа Wildberries секілді қарапайым бір арзан 2-3 мыңдық фитнес браслеттер бар. Соны қолыңызға тағып алып, күнделікті қадамыңызды 10 мыңға жеткізіп қойсаңыз, адам күніне кем дегенде 10 мың қадам жүру керек екен. Одан аз болса, кешкісін серуендеп оны толықтырыңыздар. Жеңіл гантельдермен жұмыс. Енді үйде гантель болмаса, қарапайым баклажка құм сеуіп, болмаса су құйып, сондай қарапайым заттарды істеуге болады. Баспалдақпен көтерілу. Егерде 2-3 қабат болса, мысалы үйше енді көп қабатты үй, бірақ сізге 2-3 жарай 4 қабатқа көтерілу керек болса, баспалдақпен көтерілгенге кеңес береміз. Буынға арналған серпілдік жаттығулар және де суда жүзу секілді сондай кеңестер береміз достар. Әрине, ең маңызды, енді ақпараттың бәрі маңызды, бірақ кеңестердің бірі ол су ішу. Күніне адам 7-8 стакан су ішу керек, өйткені адамның ағзасы 60-65, енді 70% судан тұрады, үлкен ересек адамның. Зерттеу аптасына 3 рет 30 минут жаттығу жасаған 60 жастағы адамдарда сүйек тығыздығы 10% артқан екен. Мотивациялық кеңестерге достар, бұл дене қозғалысы тек сүйек үшін емес, жалпы көңіл күй, ұйқы, жүрек саулығы үшін де маңызды. Қимылдаңыз, өмірде қимылдайды. Расында да достар, өзіңізді керемет сезінесіз. Күнделікті шығынсаңыз, жаттығу жасасаңыздар. Өзіңізді керемет бір, енді качок болмаса да, бірақ арқаңыз түзу, өзіңіздің жүрісіңіз өзгеріп, кішкене басқаша сезінедіңіз. Не зиян достар бұл жерде? Кей әдеттер сүйекке зиян келтіреді. Темекі мен алкоголь міндетті түрде бұл өте тиым салынады, сіздерге ондай кеңес бермейміз. Өзіміз де ондай істемейміз, сіздерге де ондай кеңес бермейміз дегенде. Сүйектің тінін бұзады екен. Газдалған сусындар кальцийді ызғартады екен. Қимылсыз өмір салты остеопорозды жақындатады екен. Тағы тұзды көп қолдану кальцийдің зәрімен шығарылуын арттырады. Нақты дерек, күніне 3 немесе одан да көп газды сусын ішетін адамдарда сүйек сыну қаупі 30%-ға жоғары екен. Сіз не істей аласыз? Таңғы аста өткізіп алмаңыз, суды жеткілікті ішіңіз, жаттығулар жасаңыз. Сонымен сіздерге айтатынымыз достар, жасыңыз 50-ден асса да, сүйектеріңізді мықты ұстау сіздің қолыңызда. Бұл күтім, тәртіп және дұрыс өмір салтының нәтижесі. Бүгіннен бастаңыз, ертең пайдасын көресіз. Сүйек бұл тірек мықты болса, өмір де жеңіл өтеді.